Конституция күні қарсаңында кімдерге бір жолғы әлеуметтік төлем беріледі? Тақырып қызықты. Видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Атырауда Конституция күні қарсаңында 23 мыңнан астам мүгедекке бір жолғы әлеуметтік төлем беріледі деп хабарлайды Қазақпарат. Атырау облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Азамат Мәмбетовтің айтуынша, бір жолғы әлеуметтік төлем қаржысы жергілікті бюджеттің есебінен төленеді. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қарсаңында мүгедектігі бар 23.592 адам бір жолғы әлеуметтік төлем алады. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі мүгедек балалар мен бірінші, екінші және үшінші топтағы адамдар бар. Оларға берілетін бір жолғы әлеуметтік төлемнің мөлшері 50 мың теңгені құрайды. Әлеуметтік төлемдер 15 тамыздан бастап беріле бастайды. Бұл үшін құжат тапсырып өтініш толтырудың қажеті жоқ. Барлығы цифрлық отбасы арқылы цифрландырылған жүйемен іске асады деп хабарлады Азамат Мәмбетов. Басқарма басшысының айтуынша, келер жылы бір жолғы берілетін төлемнің көлемін арттыру көзделіп отыр. Еске сала кетелік, бұдан бұрын Атырауда мүгедектігі бар адамдарды оңалтуға арналған 150 орындық орталық салынған болатын. Жаңа орталықта УЗИ кабинеті, медициналық, әлеуметтік және психологиялық оңалту аумағы болады. Тұз шахтасын электр сәулесімен, физиологиялық сумен және инемен емдеу секілді терапиялық бөлмелер ашу жоспарланған. Сондай-ақ менталды ауытқуы бар балалар үшін күндізгі стационар ашылған болатын. Стационарда аутизм диагнозы қойылған церебральды сал ауруына шалдыққан, тірек қимылы бұзылған балалар тегін ем ала алады. Оларға 45 күндік ем-дом курсы жүргізіледі. Осылайша Атырау облысында ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін ерекше жағдайлар жасалып жатыр. Тағы да еске сала кетейік, аталған шара еліміздің басқа өңірлерінде жалғасын таба ма, жоқ па, ол жағы белгісіз. Әзірге тек Атырау облысында ғана бір жолғы көмек берілмек.